Сәлеметсіздер ме оқушылар? Балқаш қаласының 9-шы орта мектебінің 9-шы мектептің мұғалімі Қозгүлна Гүлжан Серденбаевна. Бүгін сіздерменен біз Тахауи Ахтановтың Күй аңызы шығармасымен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктеу. Сабақ мақсаты шығарма кейіпкерлері арқылы тура және жанама мінездемелерді анықтаймыз. Алдыңғы сабақта сіздер өткендей Күй аңызы шығармасының әңгімесімен танысып, оның тақырыбы мен идеясын анықтадыңыздар. Ал енді бүгін сіздермен кейіпкерлерге мінездеме береміз. Яғни мінездеу дегеніміз не? Әдеби кейіпкерлерді таным түсінігімен мінез құлқын таныта даралай суреттеу. Тура мінездеу, жанама мінездеу деп екіге бөлінеді екен. Тура мінездеу кейіпкерлердің мінез құлқын айнытпай сол қалпында суреттеуі. Ал жанама мінездеу кейіпкерлерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсету. Шығармадағы мінездемелерге тура және жанама мінездер беріп көрейік. Жас жігіттің дауысы аңсағанын көргендей қуанышты шықты. Оның астында жалын өрген қылан бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған кең мақпал камзол, талдырмаш белін қызыл үдері белмеген қынай буған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Бұл Оразымбеттің мінезін тура мінездеу, яғни тура мінездеуге жатқызамыз. Тек ер тұрманы ғана жұпынлау, бір кезде көк сауырлап, жез шеген тізілте қаққан ері басқа біреудің астынан ауысқан сияқты, әбден тозып, бояу оңып, жарғақтанып кеткен. Ердің артындағы ұзын қызыл қоржыннан шекпен қап кигізген домбыраның мойны шығып тұр. Яғни бұл кейіпкерге құбылыстардан жан-жақтан не істеп тұр? Тіркесіп, портретін мінездеп тұр. Яғни бұны біз жанама мінездеуге жатқызады екенбіз. Оның қасындағы күрең атты, жасы елуді алқындырған әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу өткір қоңыр көзі, биік қабаның астында терең ұялаған қағылез кісі. Бұл осы өңірдің аты кең жайылған естемес күйші еді. Яғни бұл естеместің образын тура мінездеп тұр екен балалар. Ал енді біз сіздерменен кейіпкерлермен жақын танысу үшін бейне материалға назар аударайық. Материалды мұқият тыңдаңыздар. Сіздерге тапсырма осы бейне материал арқылы беріледі. Осы әңгіменің қысқаша сюжеті былай. Естемес жасы 50-ге келген күйші. Оразымбет жас шәкірті. Екеуі Ипан тауының етегінде келе жатып, жолдан шаршап, бір демалып алмақ болады. Бірақ алдынан ел кездеспеген соң жүріп келе жатады, бір уақытта нарға кездеседі. Ботасынан айырылған аруана бұларды көре сала аңырап қаша жөнеледі. Алдымен елсізде кездескен жымба деп ойлаған Оразымбет артынан Ипан тауының етегінде жұпыны күйіз үйді мекендеген кісілердің аруанасы екенін біледі. Ипан тауынан бергі ылғидағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді. Нар үйге жеткенде басына үкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдындағы қазыққа байлады. Екі атты да сау етіп келіп, қарбала сау деп аттан түсті. Қыз бала қаймықпай, жолаушылардың қасына келіп, ізетпен үйге шақырып, естемістің тізгінін алып, белдеуге өзі байлады. Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер, деді даусы сыңғырлап. Түндігі бүркеулі қара көлеңке үйдің ішінде жалғыз шалдан басқа адам жоқ екен. Ол орнынан тұрып, қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. Жаңылай, қалқам, түндікті аш, деп дауыстады. Ал, жол болсын шырақтарым. Әлей болсын. Біз ел аралап жүрген күйші боламыз. Менің есімім Естемес. Мына жігіт Оразымбет күйші. Өзімде шырамытып отыр едім. Ана жылы ел осы қайнарда отырғанда 2 күн күй тартып, құлақ құрышын бір қандырып кетіп еңау. Осы кезде үйге жаңыл кіріп, төменгі жаққа келіп отырды. Естемес қабағасынан қыздың тұлғасын шолып өтті. Жасы 16-17-лердің шамасында болар. Шал, арғел, бергелдің хабарын сұрастырып отырғанда да, күйші пейілі түсіп, сөз арасында қызға қарай берді. Тіпті бұл үйдің жолаушыларға сусын ұсынып, қазан астына от жағуды ұмытып кеткені де есіне келмеді. Шал аз уақыт тұйықталып, төмен қарап отырды да, бір кезде басын көтеріп алып, Естемес шырағым деді. Өлімнен ұят күшті.
Сен келгенде бір тостаған су тауып бере алмай жерге қарап отырмыз. Жоқ ақсақал, сіз қиналмаңыз. Неге қиналмаймын қарағым? Биылғы жұт елді титықтатып кетті ғой. Арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп, ботасыз қайтты. Суалып қалды. Қаңсытып, таңдайды кептіріп отыр, деп шал ауыр күрсінді. Содан кейін қызына бұрылды. Жаңыл қалқам, қайнардан су әкеліп бер. Қонақтар шөлдеген шығар. Жаңыл иіліп тостағанымен су ұсынғанда, естеміз тағы да ұзағырақ қарады. Қыз көзіне көзі түсіп кеткенде, жүрегі бүлк ете қалды. Сақалды басыммен сабырдан айырылғаным қалай, деп кейіді өзіне. Бірақ көңілі құрғыр әлденеге талпынып алып барады. Кім біледі, жер ортасынан асқанда Тәңірінің сарғайтып барып бұйыртқаны осы болар, дегенде ойға тіреліп қайта отқиды. Көңіл аптығын басу үшін естемес домбырасын алып, ақырын шерте берді. Ойланып қалған шал басын көтеріп алып, тағы да тіл қатты. Апырай, осы мал жарықтықтың күйге елігетіні болады деуші еді. Естемес шырағым, өнеріңді салып көрсең қайтеді. Хақта қала көз жасымызды көрсе, кім біледі, нарымыз еп кетер. Ал енді балалар, өздеріңіз көргендей, осы кейіпкерлер, 4 кейіпкер арасында шығарма өрбиді. Естемес, Оразымбет, қарт кісі, Жаңыл. Бейнематериалды көрдіңіздер, сіздерге енді тапсырма. Тапсырмада кейіпкерлерге портреттік мінездеме беріп, сәйкестендіресіздер. Естемес жасы егде тартса да, жанұя құрды ойлайды, түсінігі мол, есті Оразымбетке жолын берген қамқор жан. Оразымбет өнерді сүйетін тәрбиелі шәкірт, үлкенді құрмет тұтады, ұғымтал. Жаңыл жігерлі жан өз бақытын табуда өжеттік таныта білді. Сонымен қатар кішіпейіл ибалы алып ақылды. Қарт жоқшылыққа төзе білген, қиындыққа мойымаған жан, көпті көрген қонақжай. Ойланып болсаңыздар, енді өздеріңіздің жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Естемес, сақалды басымен сабырдан айырылғанын қалай деп кейді өзіне, мәтінен үзінді алсаңыздар. Ол естеместің сөзі. Оразымбет елсіз кездескен жын ба деп нарды көрген кезде біртүрлі ойда қалады. Ол Оразымбеттің сөзі. Жаңыл екі күйші өнерлерін бірдей салсын дегені, яғни ақылдылығын көрсетеді. Қарт жоқшылыққа төзе білген кісі, ол жалғыз сауып отырған нарымыз еді, ботасынан айырылып, суалып қалып таңдайды кептірді деген мәтінен үзіндіде осы қарттың сөзі екен. Жақсы, келесі тапсырма концептуалдық кестені толтыру. Яғни сіздерге жаңа кейіпкерлерге мінездеме берілді. Енді сіздер олардың адамгершілік қасиетімен кейіпкерлерге баға бересіздер. Баға беріп болсаңыздар, өз жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Естемес адамгершілік қасиеті қалай көрінеді? Естемес жас жігітке өңі жылып, есіркей қарайды. Шаршадың білем, оқасы жоқ ел болмаса да, қайнарда ат шалдырып тыңайып қалармыз. Күйімді үлгетсең де өмірімді үлгетпей дейді. 50 жасқа келіп жар сүймей өмірінің босқа өткеніне іштей налиды өнерге берілген адам бағасы. Оразымбет ұстазын аяп кетті. Сізге қарттық қайда есеке, әлі де біреуді айттыруға болады ғой. Алпыстағы Түлкібай да қыз алған жоқ па, деді ол ұстазын көңілін аулап. Бұл жерде баға ұстазын ерекше құрметтейді, оның өнеріне бас иеді. Жаңыл, осы кезде Жаңыл есіктен қарап, екі күйші өнерлерін бірдей салыңдар деді. Жаңыл өжет ақылды қыз екенін көрінеді. Ол орнынан тұрып, қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. Қарт қарияның қонақжай көпті көрген кісі екенін көріп отырмыз. Миға шабуыл әдісі бойынша жинақтау деңгейінде сіздерге сұрақтар берілді. Сұрақтар аясында өздеріңіздің жауаптарыңызды жазасыздар. Ботасы өлген аруана Естемес күйшіге қалай әсер етті? Оразымбетке қандай мінездеме берген болар едіңіздер? Күйші өтінішіне келіскен Жаңылдың әкесінің іс-әрекетін қалай бағалар едіңіз? Естемес қарт неге өз өмірін өзгертуден бас тартты деп ойлайсыздар? Жаңылдың іс-әрекетіне көзқарасыңыз қандай? Мына осы сұрақтар аясында жауап бересіздер. Оқу тапсырмасы балалар 4 сөйлем әдісі арқылы Естеместің образы туралы пікірлеріңізді білдіресіздер. Яғни пікір, дәлел, мысал, қорытынды келтіреміз балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.